Қайырлы кеш, құрметті оқушылар, қош келдіңіздер. Бұл достық математика YouTube каналы. Бұл каналда сіздермен әр сейсенбі және сәрсенбі күндері кешкі сағат 8-де ұбт-ға дайындық тест талдауларын жүргіземіз. Математика пәні бойынша апта сайын тақырыптық тесттерді сіздермен талдап отыратын боламыз. Бүгінге уже 28-ші сабағымыз. Ендеше тоқтаған тақырыбымыз логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктер. Бүгін өткен сабақтан тоқтаған есебімізден жалғастыратын болсақ. Теңдеуді шешіңіз дейді. Теңдеуді шешіңіз. Логарифм 9 негізді, ал теңдіктің оң жағында логарифм 3 негізді. Мұндай жағдайда потенциалдау әдісі деген бар, бірақ та оны орындау үшін бізде екі кедергі бар. Біріншісі мынау тұрған 2, екіншісі екеуінің екі түрлі негізді болуы. Біз оларды бірдей негізге келтіре аламыз ба? Әрине келтіре аламыз. Логарифм деген ол келтіруге болатын сондай нәрсе. Ол үшін ең главный нәрсе 9 бен 3 деген олар бір-біріне туысқан сандар деп айтуға болады. Өйткені 9 дегеніміз 3-тің квадраты, оны қазір егер 9-ды 3-тің квадраты деп жазып тұрып, одан кейін оның квадратын алып қоятын болсақ, осылай жазғаннан кейін, бірақ бұл жерде пока что біз 2-ні жаза тұруымыз керек. Мына жердегі 2 ол тұрады әзірше. Одан кейін мына дәрежедегі 2-ні, қазір сіздерге былай көрсететін болсам, мына жердегі дәрежедегі 2-ні сол 2-нің астына жаза аламыз. Неге десеңіз, өйткені логарифмнің қасиеті бойынша бұл 2 сол логарифмнің алдына коэффициент болып, именно бөліміне көше алады. Сонда біз қазір 2 мен 2-ні қысқарта отырып, логарифм 3 негізді 3х минус 1 тең болады логарифм 3 негізді түбір астындағы x плюс 3 деген теңдеуді аламыз. Ал бұл теңдеу бізге нені береді? Бұл теңдеу арқылы біз қазір логарифмнің ішіндегі сандарды ғана қалдырып, ал логарифмнің өзін қысқартып жібере аламыз. Осындай тәсіл арқылы біз қазір 3х минус 1 тең болады түбір астындағы x плюс 3 дейтін теңдеуді иррационал теңдеуге айналған теңдеуді шығара аламыз. Енді бұл теңдеуді қалай жалғастыратын барлығы білетін болар. Бұған дейінгі сабақтарда өтілген нәрсе, бұл квадраттау керек. Квадраттаған кезде 9х квадрат минус 6х дейтін ортасында міндетті түрде болу керек, плюс 1 тең болады x плюс 3 дейтін өрнек шығады. Әрі қарай 9х квадрат минус 7х плюс 2 деп квадраттық теңдеу шығаратын болсақ, бұны уже талай рет сіздер квадраттық теңдеуді шығарып келіп қарайтын сабақ болғандықтан, теңдеуді түбірлерін бірден таба алатын деңгейде деп ойлап, мен x-тің бірінші 1-ге тең екенін, екінші минус 9-дан 2-ге тең екенін айта берейін. Енді бұл түбірлер табылғаннан кейін екінші оларды тексеретін этап бар. Ол қай этап? Мына жердегі x-тердің орнына қою. Логарифмнің саны болып табылатын 3х минус 1 және түбір асты x плюс 3, олар міндетті түрде не болу керек? 0-ден үлкен болу керек, яғни оң сан болу керек, плюс қатаң теңсіздік ол жерде болады. Сонда 3х минус 1-дің ішіндегі x-тің орнына 1-ді қойсақ проблема емес, мына жердегі 1-ге қойсақ тоже проблема емес, бірақ та минус 9-дан 2-ні қоятын болсақ, уже біріншісінен ол өтпей қалады. Өткені минус 9-дан 2-ні 3-ке көбейтсек, ол дегеніміз минус 2 бөлінген 3, одан біраз айтсақ, ол бізде шығады тоже теріс сан. Ал бізде бұл жерде тек қана оң сан болатындықтан, біз осы жерден екінші түбірді өткізбей қоямыз, тек қана біреуін ғана есепке аламыз. Өйткені как раз, то есть нұсқада да біреу ғана тұр, сол себепті А нұсқасы жалғыз түбірлі, жалғыз дұрыс нұсқа болады. Кеттік әрі қарай. Бұл өте қарапайым түрдегі квадраттық теңдеуге айналатын логарифмдік теңдеу. Ол жерде ең бастысы жаңа айнымалыны енгізу керек. Жаңа айнымалыны кез келген әріппен енгізсеңіздер болады. Мен а деген әріп жақсы көремін. А квадрат минус 4а плюс 4 тең болады 0 дейтін
бәріне таныс, бәріне мәлім квадраттық теңдеудің бір түрі шығады. Бәріне мәлім шығар, иә? А-2-ні квадраты деп алатын болсақ, бұл сонда А тең болады 2-ге, 2 рет 2-ге тең болады, бірақ ол теңдеуде қатты көп рөл ойнамайды. Теңдеуге бәрібір неше рет 0-ге тең болады, неше рет 2-ге тең болады. Главное, тең болса болды. Енді бұл есептің жауабы емес қой, өйткені бізге x-ті табу керек, теңдеуді шешіңіз деген кезде, ал бұл жерде тек қана А-ның мәні шығып тұр. Біз А-ны не деп ауыстырдық, соны қайта еске түсіретін болсақ, LGX дегеніміз негізінде 10 деген саны бар логарифм. А-ның орнына енді LGX-ті қоя отырып, x-ті табатын болсақ, ол дегеніміз 10-ның квадраты деген сөз, яғни жауап Б нұсқасы 100 болады. Әрі қарай x бірден артық болған кездегі мына бір теңдеудің шешімі. Негізі мына бір болғандағы дейтін сөз қатты да керек емес шығар, бәрібір біз оны өзіміз енгізіп аламыз. Қалай енгізіп аламыз? Мынау x 0-ден үлкен дейтін бір ODZ деген анықталуы болса, деген шартты ең соңында бәрібір тексереміз. Сол себепті ондай шартты көбейтіп, түрді қорқыту, біздің есептің түрін қорқыту керек емес. Есептің түрін қорқынышты ету керек емес. Енді мынау екеуінде екі түрлі дәреже көріп тұрмыз. Біреуінде LGX болса, яғни негізі 10, ал мында логарифмі 0,1 негізді болса, ол деген 10-ның қандай дәрежесі екенін уже түсініп тұрған боларсыздар. Логарифм 10 негізді -1 деп айтуға болады, -6. Енді мына -1-ді біз қазір жаңағыдай коэффициенттің бөліміне қоныс аудартатын болсақ, біз өзімізге керекті лог 10 негізді дейтін алгоритмді аламыз. Сонда не шығады? Логарифм квадрат тұрады. Мына -1-ді қазір көшіремін. Ол мына жердегі бөліміне келеді де, сонда не болады? -1 бөлінген -1 ол деген +1 болады. LG болып кетеді, -6. Әрі қарай А квадрат плюс А -6 тең болады 0. Бұның түбірлері қандай? А тең болады -3-ге, А тең болады 2-ге. Бұны мен бірден айта алам, бірден көре алам түбірлерді. И үміттенем, сіздер де сондай деңгейдесіздер деп. Негізі солай да шығар. Енді бұл А-ның мәндері қайтадан, ал логарифм 10 негізді x тең болады -3-ге, логарифм 10 негізді x тең болады 2-ге. Енді біз қазір x-тің мәнін табатын болсақ, не шығайын деп тұр? 10 негізді -3 дәрежесінде болса, ол 0,1. Әрі қарай, x тең болады 10-ның квадраты десе, ол 100. Сонда бізде қазір 2 жауап шығып тұр. Екеуінің қайсысы анықталу облысына келеді? 0,1-ді мына бір x-тардың орнына қойсақ, проблема шығады ма? Жоқ, шықпайды. 100-ді мына жерге қоятын болсақ, проблема шыға ма? Шықпайды. Неге? Өйткені ол жерде жай ғана 10 сан болса жеткілікті. Сол себепті проблема шықпайды. Ол екеуі де проблемный емес, нормальный негізі. Вот, біз мына есепті құрастырған авторға біраз әңгіме айтастадық, уже. Не үшін x үлкен бірден деп айтасың маған, деп олай айтпа маған ешкім өйтіп айтпайды депші. Бірақ та оның айтып тұрған себебі мынау екен ғой. Сонда 100 деген жауапты ала бер дейді, бірақ мынаны алмай қойшы дейді. Сонда x бірден үлкен болады қашан? 100 болған кезде. 1000-дан 1 болған кезде үлкен болмайды. Сол себепті жауапты тек қана д деп белгілейміз. Авторға кешірім видеосын түсіріп личкасына жібереміз. Кеттік әрі қарай. 31-ші. 3 плюс 8x деген саны бар логарифм. Уже теңсіздік басталды. Міне, 31-ші есептен бастап теңсіздік заменаға шықты, теңдеу кетті. 3 плюс 8x деген сол жағында қала береді. Үлкен қандай саннан? 5-тің 0 дәрежесінен. Осы нәрсеге үйренейік. Өйткені логарифмнің саны болып табылатын мына жердегі өрнек, ол міндетті түрде сол жағында қалады. Ол өзіне осы артық болып тұрған белгіні өзіне артық жағында қаратып қалдыра береді. Ал мына 5 негізді 0-дің дәрежесі деген ол оң жаққа қарай көшеді.
бұл теңсіздікте үнемі солай жалғаса береді. Қандай нюанстар, ерекшеліктер болады, оны алдағы уақытта айтам, ал жалпы ережесі осылай. Сонда 8x үлкен 1 минус 3, яғни минус 2, x үлкен минус 4-тен 1-ден. Сонда жауап С нұсқасы болады. Так, мынау логарифмнің екеулік теңсіздік түрі, яғни қос теңсіздік емес, мынау логарифмнің ішіндегі логарифмі бар. Бұл тоже просто қара жұмысы көп есеп, былай қорқынышты емес. Жаңадан танысқандар үшін, енді әлі логарифммен біз десіп жүрген оқушылар үшін мынау ойбай не деген есеп деп көрінуі мүмкін. Ол нормальный нәрсе, ол қалыпты жағдай. Сіздермен біргеміз. Енді бұл жерде ең бастысы не істеу керек? Сыртынан бастау керек. Мынау логарифм 2-ден 1 деген ол негізі. Бұл логарифмнің саны ретінде пока что логарифмнің өзі тұр. Ал саны не болу керек? Всегда 0-ден үлкен болу керек. Сонда біз қазір былай жазамыз. Бір теңсіздіктен бірнеше теңсіздік шығарамыз. Логарифмдік теңсіздіктердің мәні сол. Өткені ол жерде анықталу облысы дейтін үлкен бір ескеретін жайт бар. Оны ұмытуға болмайды. Сонда қазір біз санын 0-ден үлкен деп жаздық. Өткені ол жердегі өрнек міндетті түрде 0-ден үлкен болу керек. Ол ондай болмаса үлкен айқай-шу болады. Әрі қарай енді саны жаңағы алгоритмнің анықтамасы бойынша деп айтады. Анықтамасы бойынша шығару, бұл өткен есептегідей, міне 3 плюс 8x-ті үлкен 5-тің 0 дәрежесін деп жаздық қой. Дәл сол сияқты міне санын үлкен немесе тең, яғни мына жерде тұрған теңсіздік таңбасын дәл солай қайталап жазамын. Одан кейін мына жерге қараймын. Осы жерде осы екі әрекетті орындармен ауыстыру керек еді. Мен бірінші теңсіздіктің таңбасын жазып барып негізге қарасам, мен бір жұмыстың орнына 2 жұмыс істеймін. Неге? Өткені қазір теңсіздіктің таңбасын жазып қойдым. Одан кейін барып мына жердегі негізге қараймын. Ал ол негіз менде бірден кіші болса, логарифмның ережесі бойынша бұл таңба қарама-қарсы таңбаға ауысады. Сол себепті мен қазір амал жоқ. Не істеуім керек? Бұл теңсіздікті кіші немесе тең деген теңсіздікке қарай ауыстыруым керек. Ол үшін маған өшіргіш керек. Все, өшірдім. Теңсіздіктің таңбасын кері қарай ауыстырдым. Енді 2-ден 1-дің 0 дәрежесі деп жаза бере аламын. Сонда бұл жердегі ереже егер негіз 0 мен 1-дің арасында болатын болса, яғни 2-ден 1 болып тұр біздің жағдайда, онда теңсіздіктің таңбасы ауысады. Все, кеттік әрі қарай. Енді бұл теңсіздіктерді шығаруымыз керек. Бұл теңсіздіктерді шығаруды жалғастырайық. Сонда логарифм 3 негізді x плюс 1, x минус 1, пока что біріншісін көшіре тұрайын, екіншісін мына жердегі санды жазу үшін ғана. Бұның барлығын сонда 2-ден 1-дің 0 дәрежесі ол 1 екенін көрсету үшін ғана сіздерге қайталап жазып отырмын. Енді бұл жерде егер де мына жердегі таңбалар қарама-қарсы болса, онда бұл жерде қара жұмыс әлі жалғасады деген сөз. Ешқандай обходной жолдар жоқ. Бұл жерде шығарамыз, амал жоқ. x плюс 1 бөлінген x минус 1-ді уже анықталу облысы бойынша 0-ден үлкен немесе тең деп жазамыз. Міне қараңыздар. Мына жерде қалай саны ретінде 0-ден үлкен ретінде жаздық. Дәл солай келесі мынау уже логарифмдық теңсіздік деп қараймыз да, бұны бөлек солай саны ретінде жазамыз. Қазір мен бүйтіп бөлек, бұны да бөлек деп саны деп жазып қойайын. Саны міндетті түрде не болу керек? 0-ден үлкен болу керек. Оны да формула ретінде бір бұрышқа орналастырайық. Саны всегда 0-ден үлкен болу керек. И оларға еще түсперсек те болады. Короче, мынандай мәселе. Мынау 0-ден үлкен болу керек, мынау да 0-ден үлкен болу керек. Біз қазір мына үлкен алгоритмді шығарып отырып, мынандай 2 бөлікке бөліп, біріншісі анықталу облысы үшін, екіншісі өзінің жаңағы ережесі бойынша шығып келе жатты да, одан кейін максимально ықшамдадық та, то есть қысқарттық деп айтсақ болады, әрі қарай бұларды жеке-жеке логарифмдік теңсіздік сияқты шығарамыз. Бұл да бір өзі логарифмдік теңсіздік, оны да құрметтеу керек.
Енді x плюс 1 бөлінген x минус 1 нөлден үлкен болса, әрі қарай ережесі бойынша, анықтамасы бойынша x плюс 1, x минус 1 не болу керек? 3-тің 0 дәрежесінен үлкен болу керек. Өйткені таңба сақталады. Әрі қарай мына теңсіздіктің жүйесін жалғастыра отырып, x плюс 1 бөлінген x минус 1 кіші немесе тең 3-тің 1 дәрежесінен деп жалғастырамыз. Бұл жерде теңсіздіктің таңбасы сақталады. Енді мына жердегі 1-ді мен қайталап екінші рет жазбай қойын, сразу мынаны 1 деп ауыстыра салайын. Өткені уже білеміз ғой, оған бөлек уақыт арнамай қойық. X-тің, то есть 3-тің 0 дәрежесі екенін, 1 екенін жазып. Енді мен мына мәселені көрсетейін. Қараңыздар, мына бір өрнек 0-ден үлкен, мына бір өрнек 1-ден үлкен. Үлкеннің үлкенін таңдау деген бар. Теңсіздікте, егер бірдей өрнек 2 рет қайталанып тұрса, біріншісінде 0-ден үлкен, мысалы, екіншісінде мысалы 1-ден үлкен дейтін болса, онда мынандай күшті нәрсе бар. Сол екі теңсіздіктің біреуін күшін жойып тастаймыз. Ол 0-ден үлкен дегенін қарамай-ақ, 1-ден үлкенін дәлелдесек, шығарсақ жеткілікті дейтін мәселеге тоқталамыз. Сонда қазір біз бірінші теңсіздікті сызып тастадық, екінші теңсіздікті ғана шығарамыз. Ол жерде 1-ден үлкен екен, ал мұнда таңбасы басқа, оны бөлек шығара береміз. Мен сонда мына екі теңсіздіктің екеуінің біреуін алып тастадым, өйткені олай істеуге болады. Маған болады, сіздерге де абайлап істесеңіздер болады. Енді кеттік. Бұл бөлшек рационал теңсіздік шығып кетті, әрқайсысы сондай простой теңсіздіктер, негізі қатты қиын емес, квадраттық өрнектері жоқ. Бірді көшірген кезде x-1 бөлінген x-1 болып көшеді. Оны да бұлай жеке дара тоқталмай қойын, өткені бұл уже таныс тақырып болу керек. Мына жерде 3-ті ауыстырған кезде де мынандай түрде көшеді. Так, кіші немесе тең 3-ке, бұлай жазып қоя салайын үстінен. Әрі қарай жалғасады. x плюс 1 азайту x минус 1 не болады? 2 болады үстінде, өткен x пен x жойылып кетеді, астында x минус 1 қалады. Мына жақтан тек қана 1 сан шығады сан аралығына, ал мына жақта 2 сан шығады, өткені x-тар қысқармайды. Бұл жерде x-тар қысқармаса, сонда минус 2x, 1 плюс 3, сонда 4 болады, бөлінген x минус 1 кіші немесе тең 0-ге. Мына жерде не үшін 3-ті қалдырып кетіппіз, айтпайсыздар ма? 3-ті уже көшіріп қойдық қой. Значит, бұл жерде 0 болады. Жақсы, мынаны ішінде x-ні өшіре салайық. Все, значит, мынау бізде 0 болды, ал мына жақта кіші немесе тең 0-ге енді сан аралықтарына екеуін саламыз, өйткені екі теңсіздікке екі бөлек қоюымыз керек. Бұл жерден 1 дейтін сан шығады. X тең 1 деген тең деп жазуға қысылмаймыз. Ол тең деген мағына тең емес дей салайық, жақсы өттің бөлімінде тұр. Теңсіздікке просто түбірлерін табу үшін мына жақта 2 дей салайық, мына жақта тең емес 1-ге дей салайық. Біріншісінен 1 түбір, екіншісінен 2 сан шығып тұр. Онда 1-ге тең емес болса, мен мына жерге жазайын. 1 бой алмайды. И плюс пен минус болады. Таңдаймыз плюс аралықты. Әрі қарай 1 мен 2 шығып тұр. 1-ді мына жерге, 2-ні мына жерге орналастыруымыз керек. Өткені 1-ді бірінші теңсіздікте жоғарыда тұрғанда қайда жаздық? Дәл солай келесі 1-ді тоже астына жазуымыз керек. Өткені қиылыстырған кезде қателікке бой алдырмауымыз керек. Енді мына жерде минус, мына жерде плюс. Демек, неден бастаймыз? Минус пен плюс екеуі бірігіп ақылдаса отыра минусты береді. Мынау минус, мынау плюс, мынау минус. Таңдауымыз керек минус аралықтар, өткені кіші немесе тең. Мынан екеуін біреу боялады ғой, қайсысы боялады деп ойлайсыздар? Бөлімінде емес, бөлімінде 1 тұр. Демек, ағылымнан келген түбір ол 2. 2-ні бояуымыз қажет. Сонда 2 теңсіздіктің қиылысы ол 2-ден бастап шексіздікке дейін. Все, біз жетер шегіне келдік. 2-ден бастап шексіздікке дейін D жауабында тұр. Мынау шынында жаңа танысқан логарифм деген тарауды енді ашқан оқушы үшін бірден шығаратын есеп емес. Бұл бірнеше есепті шығарып барып, көріп барып, содан кейін барып шығаратын есеп.
32-ші. Әрі қарай 33-ші мынау кішкене өзі жеңілдеу жарасы. Өткені мына жақта двойной емес, мына жақта 7 минус x-ті жазып алу керек. Одан кейін негізге қараймыз. Негіз бірден кіші болып тұр ғой. Сол себепті 3-тен 1-дің минус 2 деп жаза береміз ғой, конечно, бірақ та таңбасын ауыстырамыз қарама қарсы қылып. Өткені мына ереже бойынша 0-ден үлкен 1-ден кіші бір негіз болатын болса, таңба ауысады. Все, онда бұл жерде анықталу облысын ескереміз, 0-ден үлкен екенін, и осыны шығарамыз. Міндетті түрде анықтау облысын жазып отырайық. Керек болса, мен сияқты екінші қылып емес, бірінші қылып жазыңыз. Өткені ұбытуда оны ұмытпау керек. Міне, бірінші қылып жазып қойыншы. Сонда 7 минус x кіші нешеден? 3-тен 1-дің минус 2 дәрежесі, ол минус 6 емес, минус 9 емес, ол 9. Өткені 3-тен 1 минус арқылы 3 болады, 2 арқылы 9 болады. Ал мына теңсіздіктерді до конца қарапайым түрге келтіретін болсақ, x кіші 7-ден, мұнда x үлкен минус 2-ден. Екеуін спокойно орналастыруға болады. Минус 2-ден үлкен дейтін болсақ, оның оң жағы, 7-ден кіші дейтін болсақ, 7 минус 2-нің тоже оң жағында тұрады, бірақ оның сол жағын белгілейміз. Екеуінің қиылысы болса, минус 2 мен 7-нің аралығы. Жауап А нұсқасы. Ендеше намыс алды қарайық. X квадрат плюс 10. Жаңағыдай айттым ғой, анықталу облысын бірінші жазып отырайық. Ол 0-ден үлкен. X квадрат плюс 10. Мына жақта таңбасы теңсіздіктің сақталады, себебі 2 дейтін негіз ол 1-ден үлкен. Сол себепті 2-нің 4 дәрежесі болса 16 дейміз. Так, бірінші теңсіздікті игнорить етіп жібереміз. Мен сіздерге айтайын, неге? Өткені x квадрат дейтін так оң сан, оң санға, то есть оң или 0 деген сан, оң санға немесе 0-ге оң қосатын болсақ, ол всегда 0-ден үлкен болады. Оны дәлелдеп қажет жоқ. Или просто бұны шығарып көрсеңіздер, түсінесіздер. X квадрат үлкен емес, үлкен жай ғана минус 10-нан тоже самое. Ал мына жақта не болып тұр? X квадрат минус 6 деген шығып тұр. И бұны біз түбірлерін табатын болсақ, минус түбірасты 6 мен түбірасты 6 шығып тұр. Екеуі де боялмаған. Плюс, минус, плюс деп таңдайтын болсақ, минус аралығын белгілейміз. Сонда жауап Б нұсқасы екен. Мынау логарифм екеу, үшеу. Бір жағында екеу, бір жағында біреу, общий үшеу. Ең бастысы, логарифмнің барлық негіздері ыңғайлы, яғни бірдей даже. Все, значит, қазір біз білгеніміз істейміз. Өткені арасында қосу болса, ол нені білдіреді? Екі логарифмді бір логарифмге сал жібереміз де, екеуінің сандарын көбейтіп жібереміз. x-1 мен x-2-ні көбейтіп жібереміз. Олар желательно былай тұрғандары дұрыс. Мектепте осылай айтады. Логарифм 3 негізді алды, тоже осылай тұра берсін. Енді логарифмді потенциалдау әдісі бойынша мынау сандарды алып тастай берсек болады. 3 әріпті бір санды мусоркаға лақтырамыз. Әрі қарай x-1 мен x-2-нің көбейтіндісі. X квадрат минус қанша мынау? 3x плюс 2 ғой. Кіші немесе тең 6-ға. Осы жерде мен бір нәрсені ескертейін. Мен айтпасам, кім айтады екен? Мен айтпасам, басқа біреу айтатын адам табылады ғой негізі. Бірақ та кіші немесе тең не үшін сақталды? Не үшін бұл жерде ешқандай өзгеріс болмады? Себебі 3 дейтін негіз ол 1-ден үлкен деген ереже бар. Оны уже жатталған шығарсыздар. Енді x квадрат минус x минус 4 дейтін теңсіздікті шығаратын болсақ, бұл жерден түбірлер қандай шығады? 4 пен минус 1, тең деп жазуға қысылмаймыз. Әрі қарай минус 1 мен 4-ті орналастыратын болсақ, минус 1-іміз мына жерде, 4-іміз мына жерде өсу ретімен міндетті түрде. Әрі қарай плюс, минус, плюс, ол да анық қайдан, и минус аралығын таңдаймыз, өткені кіші немесе тең. Міне, жауапты мен белгілеп тұрмын. Мен қазір дұрыс тура жолдамын ба? Құшылар қалай ойлайсыздар? Біз бұған дейін не істеп келе жатырмыз? Мына жерде x квадрат плюс 10 үлкен 0-ден деп жаздық. Не үшін?
Мына жерде 7 минус x 0-ден үлкен деп жаздық, оны бірінші орынға шығардық. Не үшін? Мына жерде саны деп бояп тұрып барып 0-ден үлкен деп жаздық. Не үшін? Вот, 32-де, 3-те, 34-те істеген нәрселерімізді 35-те ұмытып кеттік. Өйткені анықталу облысы бар. Сонда x үлкен 1-ден, яғни x минус 1 үлкен 0-ден ғой, x үлкен 1-ден, x үлкен 2-ден деген ережелерді, мына теңсіздік үшінші болып осы жерде тұру керек еді ғой, осы үшеуін шығаруымыз керек еді. Сол кезде мынау үлкеннен үлкен таңдаған кезде мынаны алып тастаймыз, тек қана x үлкен 2-ден қалады, соны шығарсақ жеткілікті. Ал 2 қайда тұрады? Минус 1 мен 2-дің арасында. 2-ні мына жерге қойсақ, 2-ның оң жағын белгілейміз. Вот, енді басқа әңгіме кетті. 2 мен 4-тің аралығы дейтін жауап шықты. Сонда біреуі ашық, біреуі жабық, жауап А нұсқасы. Ал 31-деші біз ондай нәрсені айттық па? Айтсақ та бір нәрсе өзгере ма, соны көрейік. Ол не болу керек еді? 0-ден үлкен болу керек еді. Ал мына жақта екеуі мынандай жүйені көрдіңіздер ма? Горизонтально жазылған. Екеуін бірге жазғанымен де мынау бәрібір 1-ден үлкенін шығару жеткілікті еді. Яғни үлкен таңдаған кезде жауап бәрібір тісі болып шығады. Сол себепті бұл жақта анықтау болса ешқандай рөлді ойнамайды. Біз анықталу облысын керек кезде жаздық, ұмытпадық, тек 35-те осы жерде естен шығармамыз керек. Яғни мен сияқты жаңағыдай ұбт-да отырсыздар, допустим, бұл есеп 35-ші болып келіп тұр дейікші, оған дейін уже тоже бірталай есепті шығарып тастағансыздар. Ойбай, там интеграл, пирамиданың көлемі деген сияқты айуан есептерді шығарып барып, мына есепке келген кезде все, мына оңай деп жаңағы қасиеттерін қолданып мына бір жауапты минус 1 мен 4 тауып тұрсаңыздар анықталу облысын ұмытып кеткен болсаңыздар, ойлаңыздар, обидно ма? Конечно, обидно, сол себепті анықталу облысын всегда бірінші жазып отырайық. Мысалы, мына жерде x квадрат минус 4 үлкен 0-ден, 3x үлкен 0-ден, одан кейін барып мыналарды қысқарта берсек болады. X квадрат минус 4 кіші 3x-тен. Енді осы бір жүйені шығаратын болсақ, бізде не болады? X квадрат үлкен 4-тен деген шығады. Бұл жерден x-тен 2-ге, x-тен минус 2-ге деген екі түбірді алайықшы. Сосын x тең 0-ге деген түбірді алайық. Мына жақтан x квадрат, жақсы, мынаны бірінші нормальный түрде жазып алайын. X квадрат минус 3x минус 4 кіші 0-ден. И бұл жердегі шығатын түбірлер ол 4 пен минус 1. Осы үш теңсіздіктің түбірлерін әрқайсысына бөлек-бөлек сан аралығын арнап жазайық. Минус 2 мен 2 болсын. Ол дейтін сонда осылай орналасса, оның екі жағын таңдаймыз. Өйткені плюс, минус, плюс, ал бізге плюс аралығы керек, себебі теңсіздіктің таңбасы артық деген таңба болып тұр. 0 қайда? 0 осы екеуінің қақ ортасында, значит, так, мына жерге бүйтіп орналастырайық. Бұл менің боялмаған деген сөзім. 0-дің тоже оң жағын бояймыз, өйткені теңсіздік солай сұрап тұр. Минус 1 мен 4. Минус 1 мына минус 2 мен 0-дің ортасында орналасу керек болса, минус 1-ді мына жерге, 4-ті мына жерге жаза қояйық. Енді бізден не сұрайды? Так, плюс, минус, плюс болса, и кіші таңбасын таңдасақ, яғни минус аралығы керек болып тұр бізге. Екеуінің қиылысы, үшеуінің қиылысы тіпті. Міне, бұны қазір былай сызатын болсақ, 2-ден басталады и 4-тен аяқталады. Әрі қарай 3-ші теңсіздікте шегірткенің дауысы, ешқандай аралық боялмаған. 2 мен 4 сонда бұл теңсіздіктердің, 3 теңсіздіктің қиылысы, сонда жауап А шығайын деп тұр. Бізде уақыт бір есепке тағы да жететін сияқты. Ендеше, так, бұл жерде тоже анықталу облысы ретінде x квадрат минус 5x плюс 6 дейтін құрметті де қадірменді өрнекті 0-ден үлкен деп жазайық. Одан кейін мына бір логарифмдерді алып тастау кезінде x квадрат минус 5x плюс 6-ны не дейміз? 2-ден кіші немесе тең деп жазуға тиіспіз. Себебі бұл жердегі 0,5 ол әрине 1-ден кіші.
Все, енді бірінші теңсіздіктен алатын мәндеріміз ол 2 мен 3 тең деп жазуға мен рұқсат етемін. Мына жақта x квадрат өзіме рұқсат етемін, сіздерді білмеймін. Плюс 4 кіші немесе тең 0-ге дейтін болсақ, x тең болады 1-ге, x тең болады 4-ге дейтін тағы да 2 түбірді жазуға болады. Все, енді 2 теңсіздікті жазамыз, орналастырамыз. Сонда 2 мен 3 мына жерде болсын. Так, екеуі де бой алмайды, өйткені қатаң теңсіздіктен келіп тұрған сандар. Плюс, минус, плюсты қарайтын болсақ, плюсты бояуымыз керек, себебі теңсіздіктің таңбасы қатаң артық. Одан кейін 1 мен 4 олар боялады, өйткені олар қатаң еместен келіп тұр. Яғни немесе тең деген бар, е? Енді плюс, минус, плюсты қараймыз. Кіші болғандықтан біз минусты таңдаймыз. Все, значит, жауап 1-ден бастап 2-ге дейін 2-ні алмаймыз, өйткені өзі боялмаған, өзінен көрсін. 3-те сондай, ал 4 боялған, значит, оған тік жақша береміз. Жауап сонда А нұсқасында тұр екен. Осымен аяқтаймыз есептерді. Бүгінге әрі қарай келесі сабақта теңсіздіктерді шамалы шығарып, так, мынандай теңсіздіктерді шығарып, одан кейін неге көшеміз? Келесі тақырыпқа прогрессия көшеміз. Ендеше конец слайд-шоу, конец урока. Келесі сабақта сіздерді күтетін боламын. Қатысқандарыңызға, назарларыңызға, қаралымдарыңызға рахмет. Лайк, коммент, подписка жасаңыздар.